Өмірден өз орнымды таба алмай қалам деп қорықпа. Сенің жаның бар, сен тірісің. Сен өз орныңды бұл өмірден тауып үлгердің. Өмірден өз орнын таба алмаған адам, ол дүниеге келмеген адам. Сен бұл өмірді жеңіп алдың. Сенің жаның бар, тірісің. Қол аяғың аман, сау. Қалаған арманыңа жете аласың. Ең бастысы керегі ол өз-өзіңді тану. Өз-өзіңді зерттеп, өзіңмен дос бола білу, қиын-қыстау кездерде өзіңе қолдау көрсете білу. Немесе бір мақсатқа жету үшін алдымен адам өзін зерттеп алу керек қой. Қалауы қандай, не істегісі келеді, нені армандайды, неге қол жеткізгісі келеді. Соны адам алдымен ең басты біліп алса, ары қарай оған жету ол оңай нәрсе негізі. Сондықтан ешқашан өзіңе сұрақ қоюдан қорықпа, жауап іздеуден қорықпа. Іздеген адам табады. Дұрыс сұрақ қоя білсең, дұрыс жауап та табылады. Егер мәселен бақытсыз болып жүрсең, мен неге бақытсызбын деген өзіңе сұрақ қой. Жалпы басында сұрақ қою керек, мен бақыттымын ба? Істеп жатқан нәрсе маған бақыт әкеледі ме? Қандай нәрсе маған қуаныш сыйлап бақытқа бөлейді? Соны адам зерттесе, өзіне не ұнайтынын, не ұнамайтынын, жалпы күші неге жететінін өзі сынап көрген сайын, адам өзінің күші көп нәрсеге келетініне көзі жетеді. Әр нәрсені істеп көрген сайын, және де оны қайталап істей берген сайын, сол істе сен нағыз мастер, нағыз шебер атанасың. Сенің жан дүниеңде үлкен танылмаған әлем, ғажайыптарға толы мекен жатыр. Ең бастысы сол ғажайыптарды өзіңнің бойыңдағы, өзіңнің жаныңдағы ғажайыптарды көруге ниеттен. Өзіңді жақын таныған сайын, өзіңмен жақын танысқан сайын, қалағаныңа қол жеткізіп, қандай қиындықтар болса да, оңай өтіп олардан нағыз бақытты адам боласың. Сенің қолыңнан көп нәрсе келеді. Өзіңе сен өзіңе сенім артуға лайық адамсың.